Прикиньте, достар, что я нашел. Бляка, я как крыса бар ғой. Жүрмейтін жерім жоқ, өзіме өзім қайран қалам да. Сейчас покажу. Короче, аяқ киім керек болған ғой. Ары бері той-пой дегенде. Заря отандық аяқ киім. Көрсетейін. Ну, не знаю, на ваш сіздің вкусыңызды білмеймін, менің вкусыма. Енді менікі бір қышлақский вкус болса да, маған ұнайды, өзіме ұнады. Зато өзіміздікі өндірістікі. Сделано в Казахстане. В Казахстане, білесіла? Зачем торговый центрларда бір 80 мың, 90 мың, 100 мың, минимум 60 мың көріп шықтым. Честно. Оны біліп та жүрмін. Одан алдым, бывало да алғанмын да. И как крыса аралап жүріп тауып алдым. Местный шымкентский магазин аяқ киім. Айтып жатырмын ғой, өзіміздікі өндірістікі. Қазақстанның товарларын қолдаймыз, иә. Честно, по качеству білмеймін, отличаться етпейді. То же самое торговый центрларда да. Енді мынау чересчур жалтырақ, мынау демесеңіздер, есть там и серьезные варианты, да? На ваш вкус там. На ваш вкус бәрін тапсаңыз болады. И зимный бар, и жаздыкы бар, и кроссовки, етіктер. Бәрі бар екен. И цена. Цена базардағы китайский товарды аласыздар минимум 20 мыңға, я? Бұл одан аз болмаса теңгесі қымбат емес. Но бәрібір өзіміздікі сенімдірақ. Я так считаю, да? Логотипі ішінде Заря, да? Как Зара деп киіп жүресіздер. А чё Зарадан қайыр екен? Чимкент рулит, молодцы. Мен қуаныштымын. И экономно, и качествосы маған болатын сияқты. Біраз киіп айтам тағы. Әлі бұл магазин клиенті болатын сияқтым. Что-то аяқ киімдер ұнады маған. Кім біледі бұл Зара магазинді? Заря. Зара емес, Заря. Білсеңіздер, атымен жазып кетіңіздер.